Bu yolu bizge bu tegizsizlikler sistemaсын шешерге керек deyip көз алдына келтірейік. Башта yazarga керек біздің белгілену өлкесін, біздің ОДЗ Rusça деп yazıyıq, область допустимых значений. Белгілену өлкесі, мында белгілену өлкесі система үшін ол ортақ. Мында біздің оқлаушыға x 1-ге тегіс түгел, мында x 0-ге тегіс түгел. Бұл 0 һәм 1 сонларын біріншікте жауапқа кіртірге ярамай. Көз алдына келтіресіз, сіз жауапны қараңыз, анда 0 білен 1 соны бірсігіне кірсе деген жауап дұрыс түгел. Демек, яларны кіртірге ярамай. Қазір, әр бір тегіссізлікні айрым турыда шешеміз. Интерваллар методы білен шешу үшін башта оңай рәвішке кетіреміз. Бұл біздің оқланманың санаушысында квадрат 3 буын. Бұл квадрат 3 буынны әгер бек ихтибар білен қарасағыз, ол сіздің тапқылаушыра торқатсағыз, келіп шыға x плюс 5-нің квадраты деп yazayım. Мында оқлаушыда 4-ні жетішіне шығарсақ, x минус 1, бұл біздің бірінші тегісізлік оңай рәвіште шулай кіріп yazыла. Екінші тегісізліктің бұл енді тарқалған, лекен мында квадрат 3 буынны тағын тарқатырға мүмкін. Бұсы дағын түгел квадрат. Мында x минус 2 болса, бұсы x минус 3-нің квадраты, кішкіне 2 тегіз 0. Мында оң яқта 0 түгел. Шоңа көре бірні сол яққа көшірәбіз де, ортақ оқлаушыға кетірәбіз. Мында 8x, 9 олам x, олам 8x деп yazam. Міне 0 білен. Міне шол рәвішке кетірдік. Мында 9 жетішіне шыға 1 минус x келіп шықты. 1 минус x. Міне шолай. Hər bir тегісізліктің шешілешін айырым турыда ясағыз. Мында бірінші бұл x-лар турысы, мұнсы да x-лар турысы, шулық туры бұл, бұсы да x-лар турысы. Турылар шулық. Біз ләкин hər бір күплікні біз айырым ясайбыз, һәм аннан соң бұл турыларны бірсі үстіне бірсін тур кетірәбіз. Қарық мында. Мында бар біздің бір соны кірмей, бұсы біздің белгілен өлкәсіне кірмей тұрған сон, һәм минус 5 біздің кіре, ол біздің тамыры, минус 5, һәм 1 мында болсын. Біздің 3 интервал, қар бір интервалда мында yazarga керек нинди томғалар, лекен көз алдына кетірсәгіз, мында біздің квадрат бар, мында ilmek. Demek ki, оң яқтан башласақ, барысы да оңай. Плюс, минус, плюс, минус. Міне шылай келіп шықты. Бізге плюслары керек, плюсны бұйыбыз. Оны ұтмейбіз, міне бұл 5 соны, ол біздің жауапқа кіре бірінші күплікке. Екіншісін, мында біздің 2 білен 3 соны бар. 2 білен 3 соны оңдарақ екен, міне мында. Ikisi de kire. 2-ni de 3-ni de yazayım. Mında 3 тұрған жерде ilmek бар. 3 тұрған жерде. Қазір біздің bu intervallarda tomғаларын табабыз. Оң яқта оңай, мында минус, мында оңай, мында минус. Бізге минуслар керек. Біз аларыны міне бұлай тіріп бұйыбыз. Мында ilmekке туры келе тұрған 3. Ол да бұйалған, 2 де бұйалған бұл келіп шыға. Қарайбыз мында. Мында бар біздің 1. 1 біздің мұнда бұйалған, һәм 0 бұйалмаған. 0 бұйалмаған. Не шолай. Һәм мұнсы айырмалы бұларақ біріншіден оң яқта мұнда тескері x, мұнда біздің x минус 1 деп yazылмаған, 1 минус x деп. X біздің 1-ден зор болса, бұл біздің тескері, бұсы оңай. Мұнда тескері. Hər бірісі бірінші дәрежеде, шоң көре бұнда ширатылаша тамғалар. Бізге минуслары керек, шоң көре минусларын бойығыз. Қазір қорайбызда бұл 3 турыға
Һәм ичисендә дә буялган нокталарны берләштереп, то есть бу турларны берләштерәбез дигән 3 тапкыр буялган нокталарны җавапка язабыз. Менә монда бар -5 саны, монда да бар -5 саны, монда да бар -5 саны аерым гына безнең җавапка керә. -5. Аннан соң безнең -5 белән 1 арасы монда буш, шуңа күрә монда бер нәрсә дә керми. Безгә уртак саннарны табырга кирәк. Менә монда 1дән башлыйбыз. 1 монда үзе кермәй. Монсы керсә дигән 2 тапкыр гына буялган. Димәк ки 1не без кертмибез. 1дән 2гә хәтле безнең буялган өчесе дигән. 2 монда да бар, чөнки шуңа күрә 2не монда кертәбез. Бу җавапка керде. 2 белән 3 арасы безнең буш. Һәм 3тән зуррак монда да буш. Шуңа күрә монда 2дән зуррак 3 саны гына керә. Бу 3 санын аерым гына язабыз. Менә шулай итеп 3 саны. Менә бу безнең җавап килеп чыкты. Бу җавап карыйбыз. Монда 0 һәм 1 саннары кермәгән. Бу билгеләнү өлкәсенә туры килә. Шуңа күрә бу системаның чишелеше менә шушы күплек дип атала.